Сәлем достар, кейбір жануарларды қанша өлтіргіңіз келіп, қинасаңыз да, өзінің тірі қалпында қалып, қасындағы адамдарға шабуыл жасай алады. Тіпті кейбір жануарлар өзін өлтіре салады. Біз бүгін өлуі қиын жануарларды айтатын боламыз. Видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Ал біз видеомызды бастай берейік. Ең бірінші, видеомызды жыланнан бастайық. Жыланның басын кесіп тастап, өлді деп ойласаңыз, ол бәрібірде сізді өлтіре алады. Яғни айтқым келгені, жыланның басын кессеңіз де өлмейді. Мысалы, мына видеодағы жыланның басын бір адам күрекпен кесіп тастады. Ал жылан болса, тірі қалып қасындағы адамдарға шабуыл жасағысы келіп тұрды. Ал келесі мына видеодағы жыланның басы кесілген. Алайда бұл жылан басқаға емес, өзінің тірі жатқан денесін тістелеп тастады. Бірақ бұл жыланның басы да, денесі де қозғалып тұрды. 2016 жылы өрт сөндіруші жолдағы жыланның басын көріп және өлді деп ойлап ұстап көрді. Алайда жылан өрт сөндірушінің қолын бірден тістеп алды. Мұндай оқиға жылан пісіретін ресторандарда көп орын алған. Бір аспазшы жыланнан тамақ дайындайын деді. Алайда аспазшы жыланның басын кесіп қоқысқа тастайын дегенде жылан шағып алды. Ал аспазшы болса 5 минуттан кейін қайтыс болды. Келесі тағы да жылан. Кейбір кезде жыланның денесіне өз азығының иісі сіңіп қалады. Сондықтан жыландар өз денесін азық деп ойлап, өзін жеп кетеді. Бұған мына видео дәлел. Бұл видеодағы жылан өзін жеп жатқанын мүлдем сезіп жатқан жоқ. Ал мына видеодағы жылан өзінің денесін тістегеннің өзіне не істерін білмей қалды. Келесі жануар осьминог. Осьминогтардың қай жерінен турасаңыз да тірі қалуы әбден мүмкін. Мысалы, мына кафедегі тамақтанушыға тірідей туралған осьминогты жеуге берді. Бұл адам бұл тағамды жеді ма, жемеді ма білмеймін. Әйтеуір, тірі осьминогты жейтіндер өте көп. Алайда бұл өлімге немесе кем дегенде қауіпті ауруға алып келуі мүмкін. Кейде құрбақалардың да басын кессеңіз тірі қалады. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнайтын болса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдунұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.